Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге үлпілдеген жұмсақ әрі өте дәмді болып шығатын нан пісіріп көрсететін боламын. Соңына дейін қарап, егерде сіздерге ұнап жатса, лайк басып, құнды пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Және каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ол үшін бізге 500 мл жылы сүт керек болады. Сүтті сәл ыстықтау қылып аламыз. Оған 1 ас қасық ашытқы және 1 шай қасық тұз қосып араластырып, ашытқы мен тұз үзілгенше жақсылап араластырып аламыз. Одан соң ұнды аз-аздан сеуіп отырып, бір жағынан араластырып отырып қамыр илейміз. Ұнды өлшеп алмадым, себебі әркімде әртүрлі сортта ұн болғандықтан оның су сіміргіштігіне қарай әртүрлі болады. Сол себепті онда жұмсақ қылып, аз-аздан сеуіп отырып жұмсақ қылып илеп аламыз. Араластырып отырып, одан соң қолымызбен илеп, жұмсақ қылып, қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Бетін жауып біраз қоя тұрып, қайтадан илеп, майдалап, илеп алған соң, бетін жауып жылы жерге ашытып қоямыз. Оны ашығанша бұна жарты кесе шұжық және де пиязны ұсақтап туралап, және оны пиязның үстіне азырақ сүт құйып, пиязны шылап қойып қоямыз. Қамырымызды ашып болды, енді астақтайға оны сеуіп қамырды алып, қолымызбен басып, одан соң жаңағы құйрық майдың шұжығы, соны ұсақтап турап, қыздырып аламыз. Одан соң қамырдың үстіне салып, илейміз. Шұжық толық араласқанша жақсылап отырып илеп шығамыз. Толық араласып қамырымыз қайтадан біріккенше илейміз. Шұжық қосу міндетті емес, бірағында шұжықпенен өте дәмді болып шығады. Құйрық майдың пайдасын барлығымыз білеміз. Сол себепті шұжығында тастай салмай, керекке жаратып осылай нанға қосып пісіруге болады. Онан соң біріктіріп, шұжық толық араласып болған соң, тең 2 бөлікке бөліп, әрбір бөлігін илеп, домалақтап жасап қоямыз. Онан соң біраз бетін жауып 2-3 минуттай қоя тұрып, босатып, босаған соң нанды жасаймыз. Ортасын басып, ортасын жұқа, шетін қалың қылып отырып 2 нан жасап аламыз. Онан соң біреуінің бетіне жаңағы пиязымызды салып, сүтті жағып шығамыз. Шетін шанышқыменен әсемдеп шығамыз. Енді біреуіне жұмыртқаның сарысын жағып, ақ және қара күнжіт сеуіп шығамыз. Осылай өзіміз қалаған заттармен әсемдеуге болады бетін. Онан соң бетін пленкамен жауып, жарты сағат жылы жерге қойып қоямыз. 15 минут өткен соң духовканы алдын ала қыздыра береміз. Жарты сағат өткен соң пленканы алып, 210 градустық духовкада жарты сағатқа теңшеп пісіріп аламыз. Нанымыз өте әдемі, жұмсақ әрі өте дәмді болып шыққан. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қараңыздар, бөліп көрейік. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.